Всем привет, достар! Сіздермен бірге мен Алди Майнкрафт. Көбісі біле бермейді, мен осы жақын арада осындай подписчиктер тақтасын істедім. Бұл подписчиктер тақтасы алмазный стактардан жасалған болатын. Егер де сіздер осы тақтаға түскілеріңіз келсе, онда сіздер өте керемет комментария жазып кетулеріңіз керек. Комментарияға мысалы үшін мен подписаться еттім, мен сен подписчимін. Өте керемет комментарияларды осы подписчиктер тақтасына ілетін боламын. Егер сіздер түскілеріңіз келетін болса, бағана айтып кеткендей, өздеріңіздің қалаған керемет комментарияларыңызды жазып кетесіздер. Сол кезде сіздерді мен подписчиктер тақтасына ілетін боламын. Ендеше біз видеомызға кеттік. Достар, сіздермен бірге мен зомби дейтін, бүгін дейтін біз ауылды қорғайтын боламыз. Ауылға бір иностранец, бір бәлелер келіп кеткен, соларды құртатын боламыз. Көзін жоятын боламыз. Қараңыздар, мен даже экранға да сыймай қалыппын ғой. Не азу керек еді, кішкене отжимания да жасай алмаймыз. Достар, көрдіңіздер ғой мен қалай секіретінімді. Қазір мен шетелден келген бір монстрларды көрсетіп жіберейін сіздерге. Ол монстрлар өте жабайы деп айтушы еді, негізі шынымен жабайы секілді көрінеді. Мен қазір өзімнің мешіттерімді немесе бір алмазниларымды алып кететін боламын. Сөйтіп мен олармен раз төбелеске шығатын боламын. Егер сендер лайк баспаған болсаңдар, лайктарыңды басып кетіңдер. Ал мен болсам осы ауылды өте жаман шетелден келген монстрлардан қорғайтын боламын. Көрдіңіздер ғой достар, жаңа ғана көрдіңіздер, үйлері өте дәу, ал біздің ауыл дейтін одан да дәу. Қазір біз ауылды көркейтіп жіберетін боламыз. Ол шетелде келген жабайы адамдардың көзін жоятын боламыз. Әрине мен олармен құрғыл төбелесе алмаймын, сондықтан мен өзімнің кішкене жиған терген заттарымды алып кетейін. Көрдіңіздер ғой, менде дейтін алмазный алмаларыммен, алмазный мечпен осындай керемет күші бар алма бар. Көрдіңіздер ғой достар, мен дейтін мына тесіктерге кіріп кете алам. Бұл маған қазір жетелдер ұрсатын болды. Мен мына жердің бәрін быт-шытын шығарып тастадым, тез кетіп қалу керек мына жерден. Мен үйлерден үйлерге секіріп, ана жерге барып, сол шетелден келген жабайы құбыжықтардың быт-шыттарын шығаратын боламын. Егер солардың быт-шыттарын шығарғанымды көргілеріңіз келсе, онда видеоны әрмен қарай өткізбей көрулеріңіз сұраймын. Қазір мен дейтін ана құдықтың ішіне секіріп, мына ауылдан ол құбыжықтардан құтқаратын боламын. Достар, көрдіңіздер ғой, мына жерден дейтін секірсең, қатты секіреткенсің, және мен осылайынан зомби балдарымды шақыра алады екенмін. Сондықтан қазір смело барып айырып, қайтып келсек те болады. Қазір мен уже жолыма кеттім десем де болады. Мына үйлердің бәрі, мен теген жердің бәрі сынып кетіп жатыр. Неге екенін білмеймін, мен осынша алып болғаным үшін неге екенін білмей жатырмын. Қазір мен аккуратно барып аналардың үйін сындыратын боламын. Олардың үйі көріп тұрғандарыңызды өте дәу екен. Прям сөз жоқ дәу екен, көрдіңіздер ғой. Ішінде дейтін толған андай шетелден келген жабайы адамдар ма? Мына жердің бәрі снег, қар қылып тастаған. Мына жерге қар жаудырып, өздері қар жаудырып, быт-шытын шығарып тастаған, көрдіңіздер ғой. Біз бүгін ол құбыжықтарды осы ауылдан қуып жіберетін боламыз. Сіздер болсаңыздар, әрмен қарай видеоны өткізбей көріңіздер. Мен қазір мына жерге кіріп кетуге тырысатын боламын. Давайте, секірейік, давайте, мына жер дейтін маған өте тар екен. Көрдіңіздер ғой, қанша ағаштарды сындырсам да мен кіре алмай жатырмын. Қазір мен кіруге тырысып көретін боламын, бірақ мына жер өте тар болғандықтан өте кіру сондай қиын десек те болады. Бізге бір көмек керек секілді. Қараңыздар, мен өте қатты сындырам. Және де кіре алмай жатырмын, өйткені басым сыймайтын үйге дейтін. Мен үймен бірде болып тұрмын ғой, почти. Осы жабайы адамдарды қуу үшін не істемеймін мен, айтыңыздаршы. Қазір мен ауылды мына жабайы адамдардан тазартатын боламын деп айтсам да болады. Көрдіңіздер ғой достар, қазір ағашты сындырып жарайық. Давай. Достар, көрдіңіздер ғой, сонда да менің басым сыймай жатыр. Неге екенін білмеймін, бірақ басым сыймай жатыр. Қазір біз арғы жағынан кіріп көретін боламыз, бірақ ол жағынан да кіре алмасақ, онда білмеймін, осы үйді жарып, быт-шытын шығарып, тонап, алмаздарын алып, мыналарды қуып жіберетін боламыз. Неде боттап кеткенімді өзім де білмеймін, бірақ сонда да қызық де ойнап айтамын достар. Көрдіңіздер ғой, біз дейтін ауылды вообще мына жабайы адамдардан құтқаруымыз керек. Қазір арғы жағымен барып көрейін. Мен дейтін вообще секіре алмай қалдым ба, или кішкене азу керек
экранға сыймай бараткан секілдімін ба, бір бәлем достар. Көрдіңіздер ғой, мен балдарын шақырсам да мына жерге сыймай қалады сияқты. Үйлерін өте тар қылып істеген секілді. Қазір мен басымды сыйғызып көруге тырысатын боламын. Арғы жағымен барып, болмаса жаратын боламыз. Жаңағы айтқанымыздай. Менде өте керемет алмазды мечім бар. Өзімнің ең любимый деп айтсам да болады. Қазір мен осы үйді сындырам. Ё-моё, сындырам дегенмен қанша уақыт болды? Әлі сындырамай отырмын ғой достар, көрдіңіздер ме? Не деген позорно. Мына жердің бәрін қазір очистить ететін боламыз. Ал сіздер осы видеоны көріп бағасын беріп кетсеңіздер деймін, және подписчиктер тақтасына түсуді ұмытпаңыздар. Ол үшін жай ғана комментарий жазасыздар. Мен қазір мына бір-екеуін ұрып көрейін. Ұрып талдырып тастаған соң, көрдіңіздер ме? Мен секілді зомби еш жерде жоқ ше. Ұрып талдырып өлтіріп тастаған соң ғой. Мынау дейтін менен вообще қашып бара жатыр ғой. Мен саған еш якпас десе. Қазір біз мына жерді жаруға тырысатын боламыз. Болды, амал жоқ басқа достар. Мына жерді жарудан басқа амал жоқ сияқты. Көрдіңіздер ғой, мен вообще сыймаймын ғой. Мынаның есіктері вообще маған тар ғой, менің қолымнан да келмейді ғой. Давайте уже жаратын уақыт келген секілді. Менің ойымша уже жаратын уақыт келген. Көрдіңіздер ғой, спичкамен ТНТ тұр. Болды, уже мына үй минус деп айтсақ та болады. Қараңыздар, бір ТНТ и бір спичка, артқа қарай қашамыз. Достар, көрдіңіздер ма? Мынау дейтін бұжынап кеткен ғой іште. Қаштық достар, қаштық. Достар, қашпашақ, қазір өлетін секілдіміз. Тез артымызға қарамай қашып кетейік. Жабайы десе жабайы адамдар екен, түк көрмеген. Ё-моё, ата береді ёптыгдік. Қазір мен алтын алмам жеп алып соғысқа, мировой войнаға бармайын ба? Қазір мен не үшін бұлардан қашып жүрмін достар? Тез артқа барып, қазір бытчатын шығармайын. Бодыншы кеттім мен. Давайте. Мыналар дейтін слишком көп екен достар, көрдіңіздер ғой. Сонда да намысты қолдан бермейміз. Біздің ауыл өте керемет ауыл, мықты ауыл десек те болады. Давайте ұрып тастайық. Дейсіз достар, не кетті вообще, түсінбей кеттім ғой. Мыналар дейтін зомби вообще түк пайдасы жоқ. Зомбилер вообще төбелеспейді тауаны зомбилар. Екеуі қалды, қазір екеуін айырып тастайын. Сендерге садақшылар, ешектар десе бергендер. Разнараз шығамын деп тұр ғой. Мыналар конкретно мықтымын деп тұр ғой. Сендерге. Қазір біз үйлерін жоқ қылып тастайтын боламыз. Мына соңғысы қалыпты, өлтіре салайық оны достар. Қазір біз үйлеріне баратын боламыз. Алтын алмам жеп алайын. Тоқтаңдар, жаным чуть-чуть аз қалды. Чуть қалғанда уже өлетін екенбіз достар. Көрдіңіздер ғой, қазір біз үйлеріне барып, сондай бір тентімен жарып, айырып қайтатын боламыз. Біздің ауылға келгеннің қандай болатын бұл ешектер көрсін де ойнап айтамын достар. Ешектер емес, сонда да біздің ауылға постройка мұнай өндіре ма, бір бәле, Қытайлар секілді, мына қазақтарға келіп отыр ғой, Қытайлар сол секілді. Бұндай болмайды негізі. Біз ауылды қорғаймыз, біз вообще ешкімді кіргізбеуіміз керек. Қазір мен сендерге көрсететін болам. Мынаған просто қолым жетпей тұрды. Негізі қолым жетсе айырамын ғой. Қазір тентімен жарып, ішін ашып, қазір төбелесіп бір мәнісі болар. Енді қазір өлесіңдер, күтіңдер. Өзім өлейін деп қалдым. Аналарды өлтірем деп. Қазір мен төбесіне шығып көрейін. Ойбай, уже үшеу бізге келіп тұр. Міштіктер өздерінің әлдеріне қарамайды достар, көрдіңіздер ғой. Екеу келіп тұр, уже үшеу, төртеу компанияға қосылып отыр достар. Көрдіңіздер ғой, қазір біз дейтін ауылды құтқаратын боламыз. Достар, құтқарған секілді болдық ба? Біреу қалып қойды мына жерде, еш жақпас десе. Ең соңғысы қалды деймін. Басқа ешқандай зомби жоқ болса екен достар. Ато зомби бар болса төбелесіп уақыт көп кетеді достар. Мына жерде бір зомби тұр екен. Мынаның үстінде бір зомби, астында да бір зомби тұрған секілді достар. Қазір олардың паша-пашасын шығаратын боламыз. Сондағысы андай Қытай ма, сондағысы қазір біз дейтін айырып тастайтын боламыз. Бергеш бері, братишка, қашпасай, мен саған түк істемеймін. Бергеш, дос болайық, кел, қаяқтаның. Вообще өлтіріп тастағансың ғой, мен анау дейтін жүрегі жарылып өлген сияқты ғой. Қазір мен мына жерді тентімен жарып көрейін. Атто дейтін біз кірамай жатқан сияқтымыз ба? Мына жерге 3 граната қойып тастағансың ғой. Қазір біз жарып тастаймыз. Біз дейтін мықтымыз. Давай, данг. Бой. Көрдіңіздер ғой, қалай жарылған. Бергеш бері, дос болам мен сен, міне, братишка. Қойсайшы, бергеш бері, ё-моё. Мәсіған көтін айып тастағансың ғой достар. Көрдіңіздер ғой, енді соңында
біреу қалған сияқты ма, или қалай сіздердің ойынша біреу тығылып отыр ау деймін. Тығылып отқан жоқ, мына жерде жүр екен достар, көрдіңіздер ғой. Криса екенсің ғой сен, тығылып отыр ғой, маған айтпай дегенде, е-мое, менен қорқып тығылып отыр ғой, даже мыналар дейтінше жаман страх билеп қалыпты ғой. Уже қуанышымнан дұрыстап сөйлей алмай жатырмын. Түк мына жерде дейтін вообще қалмаған секілді. Мынаның ішінде біреу қалыпты, оны напросто өлтіре саламыз. Мінекей өлді уже. Қаяққа кетті ананың луты. Мына жерде тұр екен. Қазір біз дейтін өзіміздің ауылымызға барып, жаңалықты айтып, бәрін қуантып отыратын боламыз қазір. Достар, в общем, көрдіңіздер ғой, біз дейтін вообще айырып тастадық. Вообще біздің ауылға ешқандай зат келіп, бізге угрожать ете алмайды. Көрдіңіздер ғой, өзім қиратып атқаным қалай кетті, өзімнің ауылым деп алып. Егер сіздерге видео ұнаған болса, подписаться етіп, колокольчикті басып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Алди Майнкрафт. Пока-пока, чао.